Barchaga salom do'stlar, sizlarмен sport жаңалықтары videoni бастамас burun arnaga tirkelamiz. Videoga like basamыз, kommentariy жазып кетеміз do'stlar. Men de қолдан келгенше hareket етіп тұрмын. Әлем чемпионы қазақ боксшымен жекпе-жекке шығады. Жәнібек пен емес. Орта салмақта WBO чемпионы доминикалық Карлос Адаместің келесі қарсыласы кім болатыны анықталды. 23 сәуірге қараған түні Сауди Арабиясының астанасы Эр-Риядта өткен бокс кешенінде Адамес британиялық Хамза Ширазбен жұдырықтасты. 12 раунд қорытындысы бойынша қарсыластар тең түсіп отыр. Ал бүкіл әлемдік бокс кеңесі WBS осы жекпе-жекке дейін Адаместің командасына міндетті қарсылас қазақстандық Мерем Нұрсұлтановпен жекпе-жек өткізу міндетті жайында хабарлама жіберген екен. Ол кезде үміткермен жекпе-жек кейінге ысырылған. Елі енді Карлос қазақ боксшымен айқасқа шығуға міндетті. Орта салмаққа жан бітірді. Жәнібекке үлкен айқас үшін қарсылас табылды. Спорт туралы жазатын Файз Клуб 27 аккаунты қай жекпе-жек орта салмақта қайта оятуға болатын туралы жазды деп хабарлайды. Мәлімет көзі қазақстандық Жәнібек Әлемханұлы Ұлыбританиялық Хамза Ширазбен рингке кездестіру керегін жазыпты. Орта салмаққа бірінші жылы сырқау халде жатыр. Карлос Адаместі жеңу Хамза Шираз үшін шешіліп қойған мәселе емес, бірақ егер Шираз оны жеңсе, дивизионға Жәнібекпен айқас қажет. Бұл үлкен жекпе-жек, сондықтан ол міндетті түрде өтуі керек, деп жазыпты дерек сөз. Сіздермен спорт жаңалықтар болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Бізде әрекет етіп тұрмыз ең жақсы контент, қазақша контент істеуге. Баршаға рахмет достар.